Так, окей, барлықтарына сәлем. Мына видео 290 лайк жинаған соң келесі талдауды шығаратын болам. Менде NKT бойынша қазір 4 па 5 па пробный бар, осымен қосқанда. Сондықтан тезірек лайк жинаймыз, тезірек сол талдауларды шығаратын болам. Менде олар бар. Мен оларды жүктеп алдым, PDF түрінде менде олар тұр. Сондықтан тек қана лайк керек, сосын мен оларды талдап беремін. Олар жаңа нұсқалар, мен оларды салмаған, мен ескі нұсқаларды салмаймын. Менде тек қана жаңа нұсқалар. Кеттік. Verb use with the infinitive without to. Without to ол to жоқ дегенді білдіреді. To жоқ. To жоқ етістік қайсынан кейін қолданылады. Recommend to, involve, manage to, make, make. Одан кейін to болмайды бізде. Мысалы, make me go. Make me go. Міне бізде to деген жоқ. Көрдік, кәдімгі бізде етістік. Д жауабы дұрыс. Infinitive without to ол пәк етістік. Bare infinitive, infinitive without to деп айтады. Кәдімгі пәк етістікті. Кәдімгі бізде етістік қолдану керек. Артық ештеңе болмау керек. Алдында, артында деген сияқты. Так, келесі. NASA are looking using VR to explore Mars. NASA VR қолдану Марсты зерттеу үшін. Бұны алдыңғы бір талдауларда айтқан, мен look дегенге байланысты бізде фразалық етістіктер бар. Мен оған тегін сабақ түсіргем. Бұл жақта look up to ол бізде құрметпен қарау, құрметтеу, үлгі тұту деген біледі. Look after ол күту, бағу дегенді білдіреді. И look into ол бізде зерттеу дегенді білдіреді. То есть NASA зерттеп жатыр. VR қолдануды, VR деген андай очки бар ғой, көзге киетін. Қазір шығып жатыр ғой, ішінде монитор, телевизор сияқты очки. Вот сондай VR қолдануды зерттеп жатыр. Марсты зерттеу үшін. Зерттеп жатыр, міне, look into, ол бізде прям зерттеу, мұқият зерттеу. Ғылыми мағынада, қылмысты зерттеу мағынасында, вот сол кезде біз look into қолданамыз. A woman walked in, put off her coat and came to the window. Бізде қандай type of sentence? Вот type of sentence бұл тағы бір новый келіп жүрген сұрақтар, бұл бірінші осы нұсқа талдауда тұр. Келесі тесттерде тоже type of sentenceке тағы сұрақтар бар. И бізде қандай бар? Simple sentence, complex sentence, compound sentence, declarative sentence. Қайсы болады екен? Simple sentence дегеніміз не? Ол бір бастауыш, бір баяндауыш. Sentence ол осы type of sentence ол бастауыш пен баяндауыштарға қарай бөлінеді. Егер бізде бір бастауыш, бір баяндауыш болса, ол бізде simple sentence. Бізде мына жақта бастауыш a woman, баяндауыш walked in, put up her coat and came to the window. Бізде мына жақта не? Бір бастауыш и үш баяндауыш. Бұл бізде точно simple sentence емес. Бұл бізде не? Окей, complex sentence дегеніміз не? Ол бізде егер әдетте үтір бар, әдетте мынандай біздің көзімізге екі сөйлем сияқты болып көрінеді, күрделі сөйлем сияқты болып көрінеді, бірақ ол жақта біреу негізгі сөйлем, екіншісі бізде қосымша сөйлем. Complex sentence-ті қалай таба аламыз? Егер сөйлемді екіге бөліп тастасақ, біреу толық сөйлем бола алады, екіншісі вообще сөйлем бола алмайды. Екіншісі бір қосымша сөйлем сияқты. Оған мысалдар қатырып айтамын, келесі талдауларда болуы керек. Compound sentence дегеніміз не? Ол егер біз бізде мынандай күрделі сөйлем үтірлері бар және бізде егер бар болса conjunction, coordinating conjunction бар болса, ол кезде бізде compound sentence болып табылады. Coordinating conjunction дегеніміз не? Ол бізде мынау fanboys дегеніміз не? Міне and ол осы a болып табылады. Қалған өздерін тауып аласыңдар. Қалған әріптерін өздерін тауып аласыңдар. Осылай. Егер бізде coordinating conjunction бар болса, егер бізде сөйлемдерді біз бөлек-бөлек қоя алсақ, ол кезде біз compound sentence болады. Сөйлемдерді бөлек-бөлек қоя алсақ деген нені білдіреді? Қараңдар. A woman walked in, бұл бөлек сөйлем, мағынасы бар. A woman put off her coat, бұл бөлек сөйлем, мағынасы бар. Біз оны бір сөйлем деп бөлек істей аламыз. A woman came to the window, бұл бөлек сөйлем, қайта мағынасы бар, біз оны бөлек жаза аламыз. Вот осылай егер бөлек-бөлек әрқайсысын жаза алсақ, ол кезде ол compound sentence.
Егер бөлек-бөлек жаза алмасақ, ол кезде бұл комплекс сентенс. Мысалы, болашақ талдауларда просто лайк жинаңдар, көрсетемін. Declarative sentence деген хабарлы сөйлем. Сондықтан мынау бізде compound sentenceке кіреді. Compound sentence болып табылады. Compound sentence қайталап айтамын. Біз оны бөлек-бөлек сөйлем етіп жаза аламыз. И бізде coordinating conjunction бар. Coordinating conjunction ол бізде осы find boys деген болып табылады. And ол осы а әріпі. F ол тағы бір сөз, N ол тағы бір сөз, B тағы бір сөз кете береді. Так, келесі the correct compound adjective. Дұрыс compound adjective. Compound adjective дегеніміз ол бізде күрделісін есім. The lightning storm in Catatumbo is almost time consuming. Так, аударайық. Көп уақыт алатын, never ending, ешқашан бітпейтін, fast speeding, жылдам, man-made, адам жасаған, жасанды. Так, қайсысы? Шторм, ол почти қандай? Почти ешқашан бітпейтін мен ойымша. Почти көп уақыт алатын деп айтпайды. Почти жылдам деп айтпайды. Почти қолдан жасанды деп олай айтпайды. Почти ешқашан бітпейтін. Almost деген сол. Почти дегенді білдіреді, қазақшасын ұмытып тұрдым. Almost never ending. Ешқашан бітпейтін сияқты. You can have, you want to eat and it doesn't cost anything. Егер болымды сөйлем болса, егер can деген бар болса, әдетте біз any деген қолданамыз. Any болымды can-мен жүре алады. Но аударамыз әдеттегідей. Сен мына жақта have, жеу дегенді білдіреді. Сен жей аласың, кез келген нәрсені сен қалайтын. Және бұл ештеңе саған тұрмайды. Бұл почти тегін саған, бұл саған тегін. Әрине осы болып табылады жауабы. Сен жей аласың ештеңе деп айтпаймыз. Сен жей аласың зат деп айтпаймыз. All thing деп айтпайды. Everything деп айтады. Ол да бізде болмайды. You can eat anything. Кез келген нәрсе жей аласың. Немесе everything. Олай да жазса болады. Но everything деген жауап бізде жоқ. The sentence with the correct word order. Дұрыс сөз реті болу керек. Так, I бірінші тұру керек. Болмайды. I don't watch. Usually етістік алдында тұрады. I don't usually watch the news. Осы с жауабы бізде дұрыс. I don't usually watch the news. Participle 1 of the verb steal. Participle 1 дегеніміз ing. Steal, ing қоссақ, ол бізде stealing. Міне с жауабы болып табылады. Stolen ол бізде керісінше емес, ол бізде participle 2 болып табылады. Етістік 3, ол бізде participle 2. Етістік ing, participle 1. Айдар's cat is than Ulan's. Than деп тұр, демек салыстырмалы керек бізге. Соқта осы бір жауабы дұрыс, more expensive. The correct option. It's 15 June 2023, Wednesday, 5 p.m. now. Так, мынау қызық сұрақ енді. Бірінші рет көріп тұрмын бұндай сұрақтарды. Аударайық. Қаңтардан бері 6 ай бойы. Келесі. Қаңтардан бері 6 ай бері. Келесі. Қаңтардан бері қаңтар бойы. Қаңтар бойы. Осындай бізде 4 жауап бар. Бұл бізде 6 маусым. 6 маусым бұл қаңтардан неше? Қаңтардан бері 6 ай. Қаңтардан бері 6 ай. Осы жауап дұрыс болу керек бізде. Қаңтардан бері 6 ай. Қаңтардан бері 6 айдан бері емес. Мынау да емес. Қаңтардан бері 6 ай өтті. Қаңтардан бері 6 ай өтті. Осылай айта салайық. Себебі бұл 15 маусым. Маусым 6 ай. The correct word which belongs to the inner part of the body. Дұрыс сөз тиесілі дененің ішкі бөлігіне. Thigh деген сан, ол сыртында. Shin, ол да сыртында. Thumb,
Ол да бізде сыртында. Intestine, асқазан, ол бізде ішінде. Ол бізде адамның ішінде. Inner part, inner ішкі, in ішінде, inner ішкі. Inner part of the body, дененің ішкі, ағзаның ішкі бөлігі. The is used with. The Australia болмайды, the Hyde Park болмайды, бізде қалалармен болмайды. Yeah, the Eiffel Tower. The Eiffel Tower бізде the қолданылады. Да жауабы дұрыс. The correct form of the irregular verb. Бұрыс етістік табуымыз керек. Lent болады. Dig, mistake, mistook. Міне take, took и taken. Осы с жауабы дұрыс. Choose болу керек, chosen. Dig мынада бізде қате. Mistake, mistook, mistaken. С жауабы бізде дұрыс. Match the formal equivalent plenty of. Plenty of дегеніміз ол бізде жеткіліктіден көп. Жеткіліктіден көп деп аударылады. A great number өте көп, көптік. Sufficient жеткілікті. Many көп. Much ол да бізде көп деп аударылады саналмайтындармен. Осы қызық сұрақ. Бұл жағынан much та бізде көп дегенді білдіреді. Sufficient ол жеткілікті, ол бұл жақта келмейді бізде. Себебі plenty ол жеткіліктіден көп. Many деген келу керек. Осы many деген келу керек. Бұл жағынан much та екеуді жоқ, much деген жеткіліктіге жақынырақ. Жеткілікті дегенге жақынырақ. Көп, бірақ жеткілікті. Many ол осы өте көп. Көп дегенді білдіреді. Жеткіліктіден көп дегенге жақын. Осы many жауабы дұрыс болу керек. Аудармасын жай ғана білу керек. Аудармасын білсек болды. We saw nobody there. Так, same meaning. Синоним сөйлем табындар дейді. We didn't see anybody. Біз ешкімді көрмедік. Болымсыз any. Дұрыс. Болымсыз some болмайды. Болымсыз no болмайды. И so деген past simple. Да жауабы present simple. Бізге past simple керек. Міне жауабы бізде дұрыс. We didn't see anybody there. Так, келесі. The correct variant. Do you have enough time to finish your report or do you want to ing болмайды. Want me to help Badaros. Want тұрса бізге to керек. Want to help you емес. Want me to help you. Менің көмегімді қалайсың ба? Менің көмектескенімді қалайсың ба? Соқтан да бізде болмайды. Дұрыс жауабы, do you want me to help you? Do you want me to help you? The type of the sentence. Each candidate will be given equal time on a radio and on TV and radio. Declarative. Хабарлы нүктесі бар. Interrogative. Сұраулы. Imperative. Бұйрық. Етістіктен басталады. Exclamatory. Лепті сөйлем. Бұл қандай сөйлем? Бұл бізде кәдімгі хабарлы сөйлем. Жауабы бізде дұрыс. Жауабы дұрыс. Негізі тест жасағандар тоже қызық істеді. Себебі жаңағы болмаған сұрақ. Мына сұрақ, мынауда бізде declarative sentence. Себебі бұл нүкте тұрса, бастауыштан басталса, бұл declarative sentence. Тоже да жауабы дұрыс бізде. Так, the earthquake caused an in the city center. Жер сілкінісі тудырды қала ортасында. Жарылыс, артикль тұр, сондықтан explode деген зат есім. Explode деген етістік. Бізде артикль болғандықтан кейін бізге зат есім керек. Caused an explosion. Explosion. Осы с жауабы дұрыс. Explosion. Мынандай сөз жоқ бізде. Жауабы. The opposite meaning of the word kind. Kind мейірімді, cruel. Қатыгез, жауыз, patient, шыдамды, poor, кедей, бейшара, ауру, clever, ақылды. Kind мейірімді, cruel, осы жауыз дегенді білдіреді. Екеусін антоним.
I think animals disappear in 50 years time. Егер think деген болса, болашаққа айтылып жатса, ол future simple. Future simple ережесінен білеміз. Future simple ол міне бізде Б жауабы. Be болмайды, себебі бізде міне пәк етістік тұр. Be немен болады? Be ing болады. Be етістік үш болады. Соқтан С жауап бізде болмайды. Бізде дұрыс жауап Б. The precise sentence. Precise sentence дұрыс сөйлем, нақты сөйлем деп айтсақ болады. Так, she hasn't, for, present perfect екеуі бірге жүреді. Б жауабында last evening ол past simple. Ол past simple'дің сигнал сөзі Б-ға те. Yesterday ол да past simple'дің сигнал сөзі С-ға те. I lived in the country, бұл жақта сөйлем толық емес, past simple'дің сигнал сөзі керек. Балалық шағымда 2005 жылы бір жаққа уақыт керек, сөйлем толық емес. Соқтан толық сөйлем, нақты сөйлем, қатесіз сөйлем бізде А жауабы. For, past perfect пен present perfect пен бірге жүреді. Болды. She has, барлығы дұрыс. Has-тан кейін етістік үш. Болды. Так, тұра тұрыңдар, мына жақта А жауабы қате. А жауабында қате қандай? Last year, алдыңғы жылдан бері болу керек. Вот, мына жақта since. Немесе for the last year болу керек. Осы екі вариант дұрыс. А жауабы тоже қате. Сонда Д жауабы бізде кеп тұр. Д жауабында бізде қате жоқ. Мүлдем қате жоқ. Осы Д жауабы бізде дұрыс. Что-то мынау for last year деген бір түрлі болып тұр. For әдетте нақты уақытпен for year, for the болу керек, for a week, for 2 weeks, for 2 years, for 3 years, for 2 months деген сияқты болу керек қой. Ал жақта last year болса, онда since қолданылады. Since last year, алдыңғы жылдан бері. Ол логично. Сонда Д жауабы бізде қалып тұр. Д жауабы осы келіп тұр. The suitable order of adjectives. Сын есімдердің ретін табу керек. My favorite бірінші тұрады, енді түсінікті ол. Favorite бірінші тұрады. My favorite old white leather football boots. Так, стик бұл формула бойынша. Соском, favorite opinion. S деген бұл жақта size деген жоқ, сондықтан мынау H міне. Содан кейін shape болу керек, shape бізде жоқ, и size бізде тоже жоқ. H-дан кейін бізде color болу керек, міне color, origin деген жоқ бізде, и material, міне бізде material тұр. Мына жақта міне opinion, H, material, color. Міне C деген color бізде материалдың алдында тұрады. Color материалдың алдында тұрады. Соқтан осы Б жауабы бізде дұрыс. Б жауабы дұрыс. Так, келесі. There a big tree in the garden. A big tree жекеше. Соқтан M болмайды. Were болмайды. Is деген жауап бізде дұрыс. Are деген бізде болмайды. There is a big tree. The plural form. Көпше түрі бар. Ink, ол саналмайды. Advice саналмайды. Money саналмайды. Бұл не үшін? Олардың көпше түрі жоқ. Wall, көпше түрі walls. Оның көпше түрі бар. Соқтан осы да жауап бізде дұрыс болу керек. Оның көпше түрі бізде бар. The first Europeans in the New World called themselves. Бірінші еуропалықтар жаңа әлемде Америка деп аталады. Ол Америкада өз-өздерін атады. Бірінші еуропалықтар, бірінші вообще кім? Бізде Еуропадан Америкаға қарай қашты. Ол діни қуғын сүргінге ұшыраған ағылшын дін өкілдері. Оларды біз пилигрим деп айтамыз. Пилигрим. Олар өз-өздерін пилигрим деп атаған. The infinitive without to is used after.
Қайттан infinitive to сіз қолданылады. Қайсына? Так, advice бізде to мен бірге жүреді. Dare to мен бірге жүреді. Немесе кәдімгі pack етістікте жүреді. Бізге without, infinitive without to кәдімгі pack етістік. Insist on болады. Insist that болады. Threaten to болады. Threaten to. Так, сонда бізде міне Б жауабы дұрыс dare. Dare. Dare ол бізде packпен де жүре береді. To сіз де жүре береді. The correct meaning. The old man made a big effort to move the broken branch. Кәрі адам өте қатты тырысты қозғалтуға сынып қалған бұтақты дейік. Кәрі адам тырысты to budge the broken branch. Жеңіл көтерді сынып қалған бұтақты, жоқ, ол бар күшін салды. Алып тастады сынған бұтақты, жоқ, түсініксіз, ол тырысты, қолдан келді келмеді білмейміз. Қозғалтты сынған бұтақты, жоқ, ол тырысты, болды. Қараңдар, made a big effort, өте қатты тырысты, болды. Соқтан бізде А жауабы дұрыс. Міне the old man tried, міне тырысты. Үлкен адам шынымен бізде тырысты, болды. Басқа ештеңе берілмеген. Келесі. Ancient Greeks are remembered for their in math, science and the arts. Ежелгі гректер есте қалған өздерінің математика, ғылым және өнерде дағдылары үшін, дарыны үшін, құралдары үшін, ойлары үшін, немесе философиясы үшін. Ойлар дейсің, философия дейсің, шатасып кетесің, грек, философ деген сияқты. Оларда математикада, ғылымда және өнерде оларда туындылар бар болды. Соқта олар ой қалдырмады, олар кәдімгідей сол нәрселермен айналысты. Құралдар жоқ, қайдағы математика, ғылым мен өнерде құралдар жоқ. Құралдар үшін біз оларды атақ деп санамаймыз, есте қалдырмадық. Дарындары үшін мен олай айтпас едім, себебі одан да басқа дарындылар болды, и плюс гректерден де басқа математика, ғылым және өнермен айналысқан халықтар болды. Тура сондай жаңағы араб халифаты деп айтсақ болады. Оларда олар дарынды болды. Соларды айту үшін. Мен ойым оларда дағды болды. Осын барлығымен айналысуға. Соқтан осы А жауабы дұрыс болу керек. Тоже қызық сұрақ. Олар дарынды болды. Оларда ойлар да болды. Осыған байланысты. Жақын келетін енді А жауабы. The right variant of the conditional sentence. Conditional сөйлем. Мына жақта бізде future simple, демек бұл бірінші conditional, демек if present simple іздейміз. If present simple ол міне Б жауабы. Б жауабы бізде келіп тұр, осы жауап дұрыс болу керек. The correct word. He doesn't talk much and he doesn't listen. Neither бізде болмайды, себебі сөйлем болымсыз. To бізде болмайды. To ол оның алдына өтір болу керек. As well, жоқ, as well деген келмейді тоже. Ол көп сөйлемейді және тура солай ол тыңдамайды да. Ол тура солай тыңдамайды. Әңгіме бізде екі зат туралы, көрінер ме, әңгіме екі зат туралы. Сондықтан бізде осы either деген жауап дұрыс болу керек. As well дұрыс болушы дегер бір нәрсе туралы айтқанда. Сол кезде as well айта алушы едік. Так, екі нәрсе болғандықтан кейін осы either деген жауапты бізде дұрыс. The correct question tag. Дұрысын табыңдар дейді. Didn't, did, А жауабы дұрыс. Haven't, мына жақта have болу керек. Мына жақ past simple болымда мына жақта didn't болу керек. И D жауабында will, демек мына жақта won't болу керек. Won't. Дұрысы бізде А жауабы. Осы А жауабы бізде дұрыс жауап.
Verb use with the to infinitive. Қайсы to infinitive пен қолданамыз? Imagine, prevent, want, look forward to ing. Әрине want to go, мысалы I want to go home. Міне want to етістік. Осы жауап бізде дұрыс. Are you going out this Saturday? Так, түсінікті at пен in болмайды, себебі мына жақта бізде күн. Енді қарайық. Бізде мына жақта күн, сондықтан біз ойланып қалу мүмкін, біз on дегенді қолданамыз. On деген ол бізде қолданылады, егер біз нақты сол белгілі бір күні бір нәрсе болса, немесе болған болса деген мағынада. Ал мына жақта, міне this Saturday, this деген бар болса, ол кезде артикль бізде қойылмайды. Біз бұны білеміз. Сондықтан осы с жауабы бізде дұрыс. Are you going out this Saturday? Болды. Басқа ештеңе жоқ. Match the formal equivalent up and running. Up and running бұл бізде жұмыс істеп жатқан дегенді білдіреді. Мысалы, my computer is up and running. Менің компьютерім жұмыс істеп жатыр. Achieve жету, do quickly тез істеу, to produce өндіру, to work effectively дұрыстап жұмыс істеу. Әрине дұрыстап жұмыс істеу. Осы жауап бізде дұрыс. Up and running дұрыстап жұмыс істейтін дегенді білдіреді. Сондықтан да жауап бізде дұрыс. The correct option, CAES, requires air to be pumped underground. Так, қарайық. Бізде мына жақта міне зат есім тұр. Air, демек мына жақта бізде сын есім керек. Environment зат есім. Surround, ол да бізде, environment зат есім, я. Surround air деп айтпаймыз. Ондай сөз айтылмайды. Fresh air, мына жақта бұл белгілі бір система, сол системаға ауа керек, жердің астына оны үрлеу, айдау үшін. И осы себепті fresh air, ол бізде жалпы айтылған сөз, сондықтан fresh air бізде толықтай мағынасы бойынша келмейді. Fresh air жаңағы балғын ауа, таза ауа дегенді білдіреді. Оны қайдан аласың? Осындай сұрақ. Оны қайдан аласың? CIES ол просто қоршаған ауаны жинап алады. Болды. Сондықтан бұл жақта ambient air деген жауап бізде келеді. Ambient air қоршаған ауа. Просто кәдімгі нормальный ауа көшеде, далада тұрған. Fresh air ол мына система оны тұтына алмайды. И біз оған бере алмаймыз fresh air. Fresh air деген не ол? Не ол fresh air? Ғылыми тілде мынау ғылыми нәрсе ғой. Не ол? Неше процент? Оттегі неше процент? Азот неше процент? Көмір диоксиді. Не ол? Көміртек диоксиді. Не ол fresh air деген? Түсініксіз. Сондықтан жай ғана ambient air бүкіл қоршаған ауаны жинап алады. The appropriate adjective. I don't like archery. I find it. Маған садақпен атқан ұнамайды. Менің ойымша ол exciting, қызықты, difficult, қиын, creative, тапқыр, креативті, и talented, дарынды. Маған ұнамайды, садақпен атқан, менің ойымша ол қиын. Сондықтан маған ұнамайды. The correct modal verb, you before you went out. Шыққанға дейін, міне past simple болып тұр. Сондықтан present simple болмайды. Should-тен кейін to болмайды. Should had бізде болмайды. Should have found, осы бізде өткен шақ. Went out өткен шақ. Бәрі бізде өткен шақта. You should have found, саған звондау керек болған еді шыққанға дейін. Жоқта кеңес, осындай кеңес емес сын пікір айтып жатыр. Should have бізде ол сын пікір. The phrasal verb, she, her speech, well. She carried off, she come off, she brought on, she is over. Әрине, she is over her speech деп айтпайды. She come off, олай да айтпайды. She carried off, ол өте жақсы өзін speech деген жаңа халық алдында сөйлеу, соны жақсы жеткізді. Жақсы соны орындап шықты.
carry off осы спичпен бірге қолданылады. И бізде екінші деңгейде бар бұл фразалық етістік тура спичпен бірге тұрады. And the definition to cost the earth. To cost the earth, тұр енді мағынасы cost деген тұру, the earth жер планетасы. Жер планетасы сияқты тұру деген мағынада. Ол бізде не? Ол бізде өте қымбат. Cost a lot of money. Өте қымбат. Жер планетасы сияқты қымбат болу. The correct function of the modal verb. We use have to express. Have to біз қолданамыз. Subjective obligation, strongly advise, prohibition, objective obligation. Prohibition емес, strongly advise емес. Әрине бұл бізде objective obligation. Have to ол бізде әрине objective obligation. Болды. Осындай бұл кәдімгі бүкіл жерде үйрететін бірінші ереже. Have to, objective obligation. The verb takes gerund. Promise, ask, decide, miss. Promise, to, ask, to, decide, to. Miss деген жауап бізде дұрыс. Осы miss деген жауап дұрыс. Келесі бізде мәтін, ағаш үй. Окей, мәтінді паузаға қойып оқып алсаңдар болады, скриндап алсаңдар болады. Кеттік, бірінші сұрақ. Білейін деп бұнға Билл Клинтонның әкесі дальнобойщик болды және сол КамАЗды қалдырып кетті мұра ретінде. Nothing gave him, осы сәл gave him nothing, ештеңе оған қалдырмады. Басқа ұлттан болды. Қолына келген бәрін жасады танымал болу үшін. Билл Клинтонның әкесі деген табайық енді. Міне бірінші сөйлемде Билл Клинтонның әкесі the former president never knew, ешқашан біздің президент оны білмеген, то есть әкесі өскен, Билл Клинтон әкесі өскен, бәсе оның тағдыры түсінікті, неге ондай болған. Байғұс әйелдерге тәуелді болды, әйеліне, сосын Моника Левинский. Ол бізде әкесі дальнобойщик болды, who gave his son nothing but his nationality and his family name, то есть ештеңе оған қалдырмады. Ұлт және фамилиядан басқа. Енді ойлайық. КамАЗ қалдырды? Жоқ. Басқа ұлттан болды? Жоқ. Тура сол ұлттан. Қолынан келген бәрін жасады атақты болу үшін әкесі жоқ. Әкесі оған ештеңе қалдырмады бұл жауабы. Хотя мен бұл жауабын белгіледім, маған балл бермеді. Просто мен басқа жауапты көріп тұрған жоқпын. Жақсы ма? Егер біреу басқа жауапты көрсе, маған жаз жерінде комментарийға. Может, мен бір нәрсені көріп тұрған жоқпын. He spent his childhood living in сол Билл Клинтон өткізді өзінің бала-шағасын қай жерде тұрып. Skyscraper. Ол мынандай биік үйлер. Астанадағы, Нью-Йорк деген сияқты. Tiny house, кішкентай үйде. Block of flats. ЖК, квартирада. On a farmhouse, ауылда, фермада. Так, оқиық бұны. Екінші сөйлем. Bill spent his early years in a small wooden one-story house in the small town of Hope, Arkansas. Кәдімгі осындай үйде Билл Клинтон өмір сүрді. One-story house, бір бөлмелі, кішкентай Арканзастың Хоуп деген қаласына өтті. Осы жерден шығып ол президент болып кетті. Кәдімгі ағаш жер үйде тұрған ғой. Землянка дейді оны қазір. Землянкадан шыққан адам. A tiny house. Келесі. Ronald Reagan was a minor star and Ronald Reagan кішкентай жұлдыз болды және теріден жасалған костюм киді. Screen the film, кино түсірді. Fought for the Republicans, республикандықтар үшін соғысты, шайқасты, күресті. Posed on a bike, велосипедте фотоға түсуге тырысты дейік. Рональд Рейган табайық. Міне Рональд Рейган. Ronald Reagan became known first as a minor Hollywood star. His screen image as a tough cowboy at home in the saddle and in log cabins undoubtedly helped him in his original struggle for the Republican nomination and the presidency. Ол республикандықтар үшін соғысты,
күресті олар үшін. Все болды. Басқа бізде ешқандай жауаптар жоқ. Fabled log chain means log cabin. Log cabin нені білдіреді? Log cabin ол бізде мынау үй, міне мынау үй, бұл жақта міне fabled log cabin in which so many American heroes are reputed to have been brought up. Log cabin ол бізде осы үй, бір бөлмелі ағаш үй. Осыны log cabin деп айтады. Так, a legendary wooden house, a summer garden house, an office емес, house without windows емес, терезелер бар. A legendary wooden house, я осы атақты ағаш үй. Көптеген американдықтар өскен, туып өскен, өмір сүрген. The word roots is, roots, тамырлар. Тамырлар неге синоним? Origins, ата-бабасы, natives, сол жерде өмір сүретіндер, homesteaders, сол жақта тұратындар, settlements, сол жаққа көшіп келгендер. Әрине, roots деген origins. Origins дегеніміз сол ата-бабалары қай жерден шыққаны. Root деген тамырлар. Root деген тамыр дегенді білдіреді. Так, все, келесі мәтін бізде. Паузаға қойып асықпай оқып алыңдар. Так, кеттік. Americans were the first who... Американдықтар бірінші болды, кім істеген? Фастфудты өнерге айналдырған. Spread around the colleagues, коллегалар арасына тарап кеткен. Фастфудты ойлап тапқан, фастфудқа дизайн жасаған. Так, мәтін бойынша мен ойымша осыға жауабы, я олар фастфудты бізде өнерге айналдырды. Осы жауап дұрыс болу керек. Себебі міне бізде хамбургер ол немістің тамағы болды. Сосын оны репакейджинг, оны басқаша сыртын өзгертіп, олар атақты тамақ істегені бұл американдық жетістік. То есть олар осылай бургерді, гамбургерді бәрін өнерге айналдырды. Фастфудты олар өнерге айналдырды. Осы жауап дұрыс болу керек. The synonym to the words precursors is. Precursor деген алдындағы талдаудағы сөз сияқты, predecessor бұл алдыңғы дегенді білдіреді. Followers ол артынан ерушілер, келесі. Forerunners ол алдыңғы, сол. Aftercomers келесі. Offspring тұқымы, баласы, балалары, ол да бізде келесі. Precursors ол бізде алдыңғы. Соқтан я осы бізде бір жауабы дұрыс. Алдыңғы. Forerunners. Алдыңғы деген білдіреді. Келесі. In old times British people ate food. Ескі заманда британдық адамдар тамақты жеді. Қазір британдық адамдар тауып алайық. British were into hot fast food in the form of fish and chips. British fish and chips had many. In older days, міне тұр, people, то есть британдықтар, people деген британдықтар, fish and chips wrapped in old newspaper, ескі бір газетке орап, соны саусақпен біздің қазақтар сияқты жеді. Британдықтар ежелгі заманда. Ежелгі емес, бұрынғы уақытта. Міне бұрынғы уақытта британдықтар жеді тамақты құралдарды қолданбай. Utensils, ол жаңағы пышақ, қайшы деп пышақ, айыр, қасық, сол. Олар қолмен жеді. Демек, соны қолданбай жеді. Болды жауап осы. Was cool, жоқ, олар hot тамақ жеді. Жазылып тұр мәтінде. Only in the street деген жауап бізде ондай нәрсе жоқ бізде. In the street бар, я, но only in the street деген жоқ. Мүмкін олар міне fast food outlets. Жоқ, ол емес. Я, only in the street деген жоқ. In the street бар, но only деген жоқ. Ондай жоқ.
offering meal to foreigners, шетелдіктерге тамақ ұсынды, жоқ, ондай да ақпарат бізде жоқ. Олар қолмен жеді, газетке орап, болды, басқа ештеңе жоқ. In all the times. Келесі, packed lunch is a packed lunch, жаңағы оралған, қапталған обед дейік, контейнерлерге салады ғой, қазір мысалы жұмысқа баратындар, мұғалімдер, тоже бәрі солай істейді ғой. Бұл бізде не? Variety of lifestyle, a new brand among the teenager, modern methods of food production, good idea for busy with work. Бұл бізде қайда еді жауабы? Так, міне бізде the packed lunch, some bread and something to eat with it was part of the daily routine of millions of industrial and agricultural workers. Бұл күнделікті әдеті болды, миллиондық зауытта және ауыл шаруашылығында істейтін жұмысшылардың. Осы болды. Ол бізде не сонда? Ол бізде міне өте жақсы идея жұмысымен бос емес адамдарға. Жұмыс істеп жатқан адамдар үшін жақсы идея. Бұл жауабы дұрыс. Келесі. A great American hamburger was needed to become very popular. Ұлы американдық гамбургер не істеу керек еді оған атақты болу үшін? Так, осы мәтінен іздейміз. Гамбургер. Міне мына жақта, міне Hamburg. Its repackaging as the most popular. Міне repackaging. То есть оны сыртын өзгертті. Атақты болу үшін, reconservated, жоқ, reproduct, жоқ, refreezed, жоқ, transformed, transformed өзгеру керек болды, repackaged сыртын жаңағыдай өзгертті. Осы жауабы transform, repackagеге жақын келіп тұр. Все. Осындай бізде талдау болды, нормальный талдау, мәтіні тоже пойдет, талдауға болады, шешуге болады. Сұрақ болса жазамыз, 290 лайк, сосын келесі нұсқаны шығаратын боламын.